Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен осындай тана моншақ, брошка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек фетр. Фетрді алдын ала 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. 4 бұрыш болғанда 5-те 5 етіп. Одан кейін осындай тасты үтігімізбен жабыстырып аламыз. Бұл жабысатын тастар. Кейін біз желіммен, суперклеймен осылай жан-жағына жағып, біздің осындай тасы бар моншағымызды жабыстырып аламыз. Бұл жерде өте мұқият болыңыздар. Біздің мына моншағымыз тасымыздың үстіне шығып кетпесін. Тасымызды айналдырып болғаннан кейін біз оны артығын қиып тастаймыз да, бүйтіп бір-біріне қарама-қарсы қойып, бірінші мен соңғысын жабыстырып аламыз. Міне бізде осылай көзіміздің ортасы дайын болды. Келесі біздің іс-әрекетіміз, инемізді сабақтап лескамен арт жағынан бастаймыз. Фетріміздің артымыздан осылай инені өткізіп аламыз да, екі мойшақты алып, инемізге кіргіземіз. Мойшағымыз 4 мм. Қажетті материалдарды осы видеоның астындағы описаниядан қарайсыздар. Ине шаншының ортасын өлшеп аламыз. Инемізді өткіземіз. Екінші мойшақтың қасынан артынан шығарамыз. Леска байланып қалмасын. Бұл жерде мұқият болыңыздар. Менде бұл жерде байланып қалды. Қазір оны сөйтіп аламыз да. Қайтадан біздің ең бірінші инемізді кіргізген жерден, сол жерден инемізді қайтадан кіргіземіз. Міне осылай. Артқа. Содан кейін инемізді екі мойшақтан бірдей өткіземіз. Мына бейнедегідей. Сосын тартамыз. Осылай жасаған кезде біздің мойшақтарымыз біріншіден ол бекітіліп тұрады, екіншіден олардың мойшақтың тесіктері бір қатарда әдемі болып көрінеді. Келесіде тағы да екі мойшақты аламыз. Біздің инеміз бұл жерде мойшақтан шығып тұру керек. Содан кейін екі мойшақты алып, дәл ең бірінші істегендей қайталаймыз. Қазір инені қайтарамыз қайтадан артқа. Екі мойшақты бірге өткіземіз. Дәл осылай біздің тасымызды толы айналдырып шығамыз. Соңғысына келген кезде бізде бір мойшақ қана қалды. Оны да жаңағы екі мойшақ сияқты артқа кері қайтару арқылы қосамыз. Қатарға қосып жібереміз. Міне кері қайтарамыз. Бұл жерде бірінші мен жаңағы соңғы бір мойшақпен, бірінші ең алғашқы кіргізген екі мойшақтың біреуімен инемізбен өткізіп, оны бекітеміз. Сол кезде бұл қосылып кетеді. Инемізді артқа теріс жағына қайтарамыз да, қасынан шығарып, екінші қатарды бастаймыз. Екінші қатарды дәл осы бірінші қатардағыдай қайталаймыз. Бұл жерде екі мойшақты енгіземіз. Дәл сол операция. Жалғастырамыз толық. Дәл осылай тігіп аяқтап аламыз. Одан кейін жаңағы біз мойшағымыздың енімен кесіп аламыз. Фетрімізді артығын қиып тастаймыз. Бұл жерде мұқият болу керек. Арт жағына қарап отырамыз. Бізде артымыздағы жаңағы мойшақтарымызды тіккен лесканы қиып алмау керек. Сондықтан бұл жерде ақырын зергерлік жұмыс болып келеді. Дәл осылай қиып аламыз. Мінекей. Енді оны бізге былғары керек болады. Жасанды былғары. Эко-кожа орысша айтқанда. Соған біз тана мойшақтың бастамасын қойып,
қаламмен дөңгелетіп етіп оны диаметрін өлшеп аламыз, сызып аламыз осылай бояп. Кейін оны қайшымен қиып аламыз. Міне біз оны қиып алдық. Ендігі кезекте бізде картон керек болады. Осылай картонымыз біздің диаметрі кішкене кішірек болу керек. Мінекей. Менде мына жерде 5 мм-ге кішкентай. Енді бізге тиреуіш керек. Әдейі брошкаға арналған осындай тиреуіш, арт жағы қалың болады олардың. Біз оны осылай коробкаға орналастырып, дәл ортасына тиреуіштің басы мен соңғы жағын осылай белгілеп аламыз. Осылай белгілеп алғаннан кейін біз оны тесіп, сол төрт бұрышты осылай ортасынан кесіп аламыз. Соны кесіп болғаннан кейін біздің жаңағы эко-кожадан сол төрт бұрыштарды қайталап, дәл сондай размерді төрт бұрыштарды кесіп аламыз, қиып аламыз. Қиып алған соң біздің тиреуішімізді осылай орналастырамыз. Содан кейін барып, біздің танамойшақтың бастамасымен жаңағы эко-кожаны біз бекітеміз. Бірге біріктіріп тігу үшін біз инемізді сабақтап, екеуінің ортасынан өткізіп аламыз да, бір мойшақты іліп аламыз. Содан кейін оны қосамыз. Осылай тіккен кезде біз инемізді брошымыздың арт жағынан, танамойшақтың арт жағынан инемізді өткізіп, мойшақты көрдіңіз бе, артында қалып қояды. Ол олай болмау үшін, ортаға шығу үшін біз астыңғы лесканы, инемізді астыңғы лескадан қайырып кіргізіп аламыз. Соны жасаған кезде біздің мойшағымыз ортаға қарай тұрады да, лесканы біз тартқан кезде мойшағымыз тесігі көлденең бұрылады. Сөйтіп тұрғанда біз екінші мойшақты іліп аламыз. Дәл солай бұл жерде біз үстінен кіргіземіз. Үстінен инемізді кіргізіп, дәл солай осылай кіргіздік. Енді бұл жерде біз лескамыздың астын көрдіңіздер ме, арт жағынан мен оны қайырып шығарып алам инемді. Міне тартамыз, тартып бекітіп отырамыз. Тағы да біреуінен көрсетіп жіберейін. Алдым, үстінен салдым, инемді өткіздім. Бұл жерде мұқият болыңыздар, ине шамшымдардың аралары бірдей болсын. Сол кезде эстетикалық тұрғыда ол таза болып көрінеді. Міне лескамның соңғы арт жағынан мен кіргізіп алдым да, мойшағымды бұрып бекітіп қойдым. Міне үш мойшағын тіктім. Дәл осылай етіп айналдырып бүкіл брошкамызды айналдырып тігіп аламыз. Осылай. Міне аяқтадық. Енді соңғысына жеткен кезде тағы да көрсетемін. Қараңыздар. Іліп алдым. Бұл жерде үстінен кіргіздім. Мен уже аяқтауға жақындадым. Міне соңғысы. Артынан кіргізіп, инемді тартып алдым. Міне болды, мойшағымыз орнына тұрды. Енді біз оны бекітеміз, инемізді сабақтап бекітіп алып тастауымыз керек. Ол үшін біз артқа шығарамыз. Бұл жерде біз сабақтаймыз кәдімгідей. Тартып қоямыз да, ине шаншымызды тығуға тырысамыз. Бұл жерде лескамызды қиған кезде көрінбеу керек. Тағы да бір рет сабақтаймын. Сөгіліп қалмас үшін. Мен ортасынан кіргіздім. Екі мойшақтың ортасынан бірге өткізіп алдым да, қайшымен қиып тастадым. Болды, тана мойшағымыз дайын. Іске сәт.